Сәлем баршаңызға. Бүгін бізге 5 ай, 2 апта. Айсәуле деген қыз. Қазір Айсәуле алдыңғы айдан қарағанда өте активный дейді ғой. Қатты қимылдап, қозғалады, дыбыстардың барлығын мән береді. Және өздеріңіз көріп тұрғандай 5 айдан асқан бала еңбектеуге әрекет етіп, былай айнала береді. Барлық затты аузына салады, барлығын дәмін татып көреді. Жақын арада еңбектейді деген ойдамыз. Себебі қыз бала пысық болады дейді. Сол себепті алдыда ертерек еңбектеп кетеміз деген үміттемін. Бізде Айсәулеге прикорм, яғни тамақтар қосылған жоқ. Жақын арада 6 айдан бастап тамақтарды қосамыз. Міндетті түрде каналға сіздерге тамақты қосып, қалай дәмін көрген жайында міндетті түрде видео кіргізіп қоямыз. Бала ертерек еңбектеп кету үшін біз көмектесе аламыз. Ол яғни алдына ойыншықтарды қойып қойсаңыз, бала қолымен әрекет жасап, кішкене алдыға қарай ұмтылады. Қазір барлық ойыншықтарды аузына салып, тісін қажауда, себебі тістері барлығы ісіп, дайын болып тұр. Жалпы бала тезірек еңбектеу үшін кішкене көмек жасауымызға болады. Яғни егерде қолдарыңызды аяқтарына былай тіркеп қойатын болсақ, Айсәуле дәмін татып ойнап жатыр. Осы кезде бала жаңағы денесін кішкене көтеріп, алдыға қарай ұмтылады. Сіз итеру міндетті емес, себебі былай қойсаңыз болды, ол өзі ары қарай көтеріп жаңағы әрекет етеді. Шаштарымыз сол қалпы өте баяу өсуде, бірақ қазір біз кальций D3 қабылдап жатырмыз күнделікті сағат 11-ге дейін 2 тамшыдан. Жалпы ойыншықтарына келетін болса, ойыншықтарын міндетті түрде күнде ауыстырып отырам, яғни 1-2 ойыншықты тығып қойып, жаңағы ұмытып кетеді. Содан кейін жаңадан қайтадан шығарып тұрсаңыз, қызықтырақ ойнайтын болады. Міне көргенде еңбектеуге талпынып, алуға талпынып жатыр. Ой, қолына ұстап болса жібермейді, өте қатты. Аяққа тұрғызып көретін болсақ, жалпы 5-6 айлық балаларды көп аяққа тұрғызуға болмайды дейді ғой. Біз әзірге міне нық тұрамыз, бірақ барынша көп тұрғызбауға тырысу керек. Әзірге осы 5 айлық видеомыз осы. Келесі айда міндетті түрде жаңа видео болады. Каналға тіркеліп, комментария жазып, міндетті түрде лайк басып қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.